Ер мен әйел ұрысы, шай орамал құрысы. Табиғат әйелді ерлерге сүйіктету үшін сұлу, ал ерлерді жақсы көру үшін ақымақ етіп жаратқан. Сұлу және ақылды әйелден көп адам қорқады. Әйелдің екі аты болған кезде ол шын бақытты, сүйікті және ана. Әйел алсаң қарабал ақылдысын, сол болар басқалардан жақын кісің. Ағайынға туысқа қайрылса, дүниеде нағыз сол ғой мақұл кісің. Ерлер өзі сүйген әйелдің алдында сақ болсын. Әйелдер өте сезімтал, себебі олар көзге көрініп тұрған нәрселерден басқаның бәрін байқайды. Әйел сүйсе әлсіз, ал сүйікті болса бақытты болады. Болмайды сұлу қылықты жаман қатын, білмейді оқытсаң да сөздің салтын. Ілмелеп салған жерден кекесін деп, қылады ұрыс жанжал сөздің артын. Кетеді таң атқан соң өсек бағып, қонаққа тамақ бер деп ептеп айтсаң, жүреді теріс қарап жылмың қағып. Әрбір қыз мына екі нәрсені міндетті түрде білуі керек. Кімді және нені қалайтынын. Әйелді басқарудың екі жолы бар. Бірақ оны ешкім білмейді. Ерінің таңданысы мен махаббатына бөленген әйел, құлпырғанның үстіне құлпыра түседі. Әйелдер өздері білмейтін құпияны ғана сыр ретінде сақтай алады. Әйелге өзін сүйікті сезіну үшін оған үнемі көңіл бөліп отыру керек. Жұмағы бұл дүниенің жақсы қатын, шығарса ағайынға жақсы атын, гүл жүзді шырын сөзді нәзік болса, түзетсе үй мүлкінің салтанатын. Ақылсыз еркек көп ақша тапса бұзылады, ақылсыз әйел бұзылса көп ақша табады. Әйелсіз үй жарықсыз дүние. Алғаның жаман жолықса, үйіңнің іші шаң болар, ісіңнің бәрі қам болар. Сол әлімен тұрмайды, киім таңдап паң болар. Әңгіме жанжал қоздырар, өзгеден өзін оздырар. Жиынға киер жібекті, тезек теріп тоздырар. Қай жеріңнен тойдым деп, не көрсетіп қойдың деп, тағы өзіңді жазғырар. Дүниеде көңіл көтеріп, уақыт өткізетін әйелдер көп, бірақ шын сүйетін әйелді табу өте қиын. Әйелдер ерлерден кейін өледі, себебі олар үнемі кешігіп жүреді. Әлемді ерлер, ал оларды әйелдер билейді. Әйелдің көздері оның сөздерінен де артық сөйлейді. Егерде қыздың кемшілігін білгің келсе, оны құрбыларыңның көзінше мақтап көр. Сенің көңіліңді тауып жақсы түсінетін әйелді кездестіру өте қауіпті, себебі бұл жағдайдың соңы үйленумен аяқталады. Тымырайып немесе мөлиіп отырған әйелден қорқу керек, себебі ондай әйелден әйелдердің өздері де қорқады. Әйелдер өздеріне деген немқұрайлық пен сатқындықтан басқасының бәрін кешіреді. Өзінен ақша үнемдемеген әйел көп ұзамай оның күйеуінің де оған ақша үнемдемегенін байқайды. Өзіңізден ештеңе аямаңыз, себебі сіз бұл дүниенің тек жақсылығына лайықсыз. Егер де әйел өзінің күйеуіне сен әлемдегі ең ақылды адамсың десе, демек ол одан басқа ақымақты таба алмайтынын біліп тұр.